Неге Қыздар.нет сайты Қазақстанда әлі де қолжетімді? Неліктен бұл сайтта басқа да қыздардың жеке деректері жарияланады? Бұл сұраққа Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі жауап берді. Біз министрлік ретінде тиісті заңдарды қабылдаймыз. Тиісті және сол заңдардың орындалғанын қадағалаймыз. Ал енді жаңағы тергеу барысында және тағы да басқа кездерде осы персоналды дербес деректер шығып кетіп жатса, ол әрине ол тексеріске оған жазалар бар. Сізде сондай ақпарат болса, тиісті органдарға ақпарат бере аласыз. Ол енді әкімшілік бұзушылық болса, оған біз жауаптымыз, әрине, персоналды жаңағы дербес деректерге байланысты. Ал енді ол жаңағы құқық бұзу жағынан уголовный жағына кетіп қалса, уже қылмыстық жағына кетіп қалса, ол кезде киберполиция және біздің ішкі істер министрлігі бар, солар соны тергеу жүргізіп, соның бәрін жазаларын береді.